Сәлем достар баршаларыңызға. Бүгін сіздерге Индиго базасы арқылы өздеріңіздің балдарыңызды балабақшаға очередке қоюды көрсететін боламын. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдай кетіңіздер. Егер де сіздер Индиго сайтына тіркелмеген болсаңыздар, номерлеріңізді, индеріңізді жазып тіркеліп аласыздар. Ал егер тіркеліп қойған болсаңыздар, номерлеріңізді, парольдарыңызды жазып, осылай кіріп аласыздар Индиго базасына. Әрі қарай осылай сіздерге басты бет шығады. Встать в очередь ваучер деген таңдайсыз. Мен қазір Шымкент қаласы бойынша бақшаға қойып жатырмын өз баламды. Әрі қарай сіздерге осылай бет шығады. Бұл жерде 3-4 жерге галочка қоясыздар. Я даю согласие деп. Әрі қарай встать в очередь деген таңдайсыздар. Ең алдымен сіздер тіркелмеген болсаңыздар, ет24kz болмаса, ет24kz деген приложениені тартып аласыздар телефондарыңызға и номерлеріңізді жазып тіркелесіздер. Сосын мына жерде сіздерге 5 шаг шығарып береді. Соның бірінші шагында телефон номеріңізді жазасыздар. Сол приложениеге келген кодты осы жерге жазасыздар. Ары қарай продолжить дегенді таңдап, екінші шаққа өтетін боласыздар. Бұл жерде қалай установить ететінін көрсетіледі. ет24kz-тің Google'дарыңыздан, App Store'ыңыздан тартып аласыздар. Соған код келеді, и осы жерге кодты жазасыздар. Келесі екінші шаққа өткізеді. Ол екінші шақта біз өзіміздің енімізді жазатын боламыз. Ен деген жерге өздеріңіздің ендеріңізді жазасыздар да, вопрос доступ деген таңдап аласыздар. Сонда сіздердің телефон номерлеріңізге 1414-тен сообщение келеді. Иә немесе жоқ дегенді таңда дейді. Сіз иә дегенді таңдап жібересіз де, ол жаққа сообщение жібергеннен кейін вопрос данные дегенді тағы да бір рет басасыздар. Сол кезде сіздердің фамилия, имя, отчество барлығы бірден шығарып береді. Сонда мына жерде фамилия, отчество деген жерді сіздер өздеріңіз толтырып алсаңыздар да болады. Ары қарай шығарып бергеннен кейін, осылай данныйларыңызды полный шығарып бергеннен кейін продолжить дегенді таңдайсыздар. Информация, балдарыңыз бойынша информация шығады, төменге қарай түсесіздер. Қазір сіздер қай балаңызды очередке қойып жатырсыз бақшаға. Сол баланың очередке ин номерін жазасыздар. Ин номерін жазасыздар да, вопрос доступ дегенді тағы да таңдайсыздар. Сол кезде сіздердің балдарыңыз бойынша бүткіл информацияны шығарып береді. Ол жерге ин жазған кезде тағы да 1414-тен сообщение барады. Олған иә немесе жоқ дегенді таңдап жіберетін боласыздар. Иә деп таңдағаннан кейін вопрос доступ дегенді таңдап аласыздар. Сонда ана жақта барлық документтің нелері шығып тұрады, информациялары шығады. Әрі қарай продолжить дегенді таңдайсыздар. Үшінші шаққа өтесіздер. Ол жерде үшінші шақта сіздер вид очереди деген таңдайсыздар. Егер де сіздер көп балалы болсаңыздар, статустарыңыз болса, осы жерден таңдап аласыздар. Мен де қазір бірінші тұрғанды таңдаймын. Общеобразовательная дегенді таңдаймын. Әрі қарай продолжить дегенді таңдайсыздар да. Осылай сіздерде 2 жасқа дейінгінің очередтегі тұрған адамдардың саны шығып тұрады, очеред. Продолжить деп таңдағаннан кейін сіздерге осы жерде бүткіл информацияңыздың барлық заявлениеңіз шығып тұратын болады. Сол заявлениені подать заявление деген бөлімді басып,
заявка жібересіздер осылай кезекке қоюға. Өтінішті жібергеннен кейін сіздерге осылай спасибо, ваше заявление принято деп шығады.